Биыл Жамбыл ауданындағы егістік көлемі 51 мың гектар жерді алып жатыр. Соның 2 мыңға жуығы қант қызылшасының алқабы. Ауданда балтамырдың француздық авантаж тұқымы өсірілуде. Авантаждың ерекшелігі өнімді мол береді. Әрі өсіп өнуі тез. Аудан басшысы ауыл аймақтарды аралап, дала еңбеккерлерінің жұмысымен танысты. Былтырдан бастап осы әр округта шаруа қожалықтарын түсіндіріп, қазір осы қант қызылшасының қандай пайдалы дақыл екенін, бұған қазір осы облыс әкімінің қатты көңіл бөліп, былтырда осы Франциядан осы авантаж тұқым әкеліп, биылда міне 500-600 миллион ақша бөліп, техникаға тұқымға бөліп қатты көмектесіп жатыр. Міне осындай үкіметтен сондай үлкен көмек болып жатыр. Былтыр енді гектарына субсидия болған, биыл ол жоқ, бірақ қылшаның биыл қабылдау бағасы 19 теңге, былтырғыдан арзандау, бірақ дегенмен басқа дақылдарға қалғанда бұл енді әйтеуір өтеді, шіріп полида қалмайды. Қаракемер ауылдық округі биыл 50 гектар жерге қант қызылшасын отырғызған. Соның 15 гектары Тоқберген шаруа қожалығына тиесілі. Қазір мұндағы егістік алқабы жайқалып тұр. Себілген тұқымның барлығы 100% өнді деп қуануда шаруалар. Енді ала жазда еңбектеніп, бұйыртса күзде диқандар мол өнім аламыз деген ниетте. Өз техникалық дақыл болғаннан көп күтімді қажет етеген. Былтыр басқа ауылдастар көрші ауылдардан егілген еді. Солардан көріп, жаман емес, биыл міне қылжаның еңбегін Құдай қаласа күздің күні көрсек пе деп отырмыз жемісін. Биыл да міне жақсы. Бұға дейін себілген дәрілер септік, жаңағы дуал голд деген дәрін септік, карате бар, қоңызға қарсы, кішкене майда шыбын-шіркейге қарсы барлық дәрілер себіліп жатыр. Балтамыр баптап бағуды көп талап етеді. Машақаты мол жұмысқа ауыл тұрғындары тартылып, еңбектенуге ниет білдіруде. Сондықтан да диқандардың барлығының тілегі бір. Төгілген термен жасаған бейнеттің арқасында егістік алқабынан мол өнім алу.